әке-шешемнің көзі үшін неге маған сөз қайтара бересің? Бір сөз айтсам, мың сөз айтар. Соңғы рет ескертем. Менің туысқандарымның көзі үшін маған қарсы сөйлеуші болма. Дәке? Сен кімсің, Сен болмайтын нәрсеге алаңдай береді екенсің. Тоқтай тұршы. Кімсің өзі? Жанар. 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 Мынау кім, Жанар? Жанар сені естімейді. Мені де көрмейді. Жанар енді мені 40 жыл көрмейді. Ал оған бір ғана себеп. Ап. О, керемет ойыншық. Құны қанша? 500 теңге. 1000 теңге. Жоқ, бұның құны бүкіл дүние. Сенде бір таңдау бар. Анау кетіп бара жатқан баланы қағып өлтіресің. Болмаса өзің соғылып өлесің. Таңда? Жоқ, олай болмайды ғой. Менде мұнда бала бар ғой. Мынау кетіп бара жатқан курьердің де баласы бар. Анау көлікте отырған әйелдің 3 баласы бар. Кең келес. Сен қолыңа телефон ұстап алып, көлік айдап келе жатырсың. Қауіпсіздік белдігінде таққан жоқсың, сала. Бірақ сен бір нәрсені дұрыс жасадың. Ай, пенделерім ай. Бәрі дұрыс па? Иә. Тұра ғой. Дарханға тағы бір мүмкіндік берейік.